тұрғандарыңыз Құмола өзеніне құятын сайдың бойында салынған көпір. Бұл көпір негізінде Жосалдан келетін үлкен керуен тасылған жүктердің, арбалардың өтетін соған арнайы салынған. Бұл ең алғашқы салыну жобасы 1914 жылы салынған. Көпірдің ені ұзындығы 8 метр, ені 3 метрді, биіктігі 2,5 метрдің жобасында. Енді ең алғашқыда дәл бұндай болмауы да мүмкін. Бірақ енді бұл ең бірінші салынғанда 14 жылы салынатын себебі Жосалға дейін жаңағы бүкіл осы заводқа керек заттарды жаңағы бүкіл ағылшындар Жосалдан түсіріп, Жосалдан Қарсақбайға әкелмекші болған. Сонда 2,5 шақырым темір жол салып, сол темір жолда жаңағы 5 паровозы бар, жаңағы 80-дей вагон, ондан тұратын адамдар бар, жаңағы адамдардың тұратын бүкіл жаңағы асханасы деген сияқты соның бәрі жаңағы тіркеуде болған. Яғни ол сол 2,5 километр, 2,5 шақырым жолды жүреді, артындағы темір жолды алдына салады. Сонымен олар бір жылдың жобасында ағылшындар Қарсақбайға жетеміз деп есептеген. Бірақ алайда жолдың қиыншылығы, басқа да шаруалардың ыңғайыменен 14 жылы басталған керуен 17 жылы Қарсақбайға бірақ жеткен. 17 жылдың жаңағы күзінде болсамаса олы төңкеріс болғаны белгілі, ағылшындар түгел ол заводты жүргізіп үлгере алмай кетті. Содан кейін 28 жылы болсамаса Қарсақбай заводы ашу, керуен Жосалға дейінгі темір жолға Қарсақбайдың мысын арбамен кеткізіп тұрған. Бұл сол уақыттардан енді қалған көпір, енді әрине әртүрлі жөндеулерден өтті. Бірақ қазіргі уақытта енді міне өзі көздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай көне ескерткіш боп алдарыңызда тұр. Мынау көпір Құмола өзенінің бойында салынған көпір. Бұл енді салынған уақытында ағылшындардың жоспарымен, солардың проектісімен салынған көпірдің жаңағы өзі кеңейтілетіні болған. Сосын бұл енді ағылшындар басында жоспарлағанмен бірау салып үлгере алмаған. Бұл жобаменен 1925-24 жылдардың жобасында бәріңізге де белгілі, завод 28 жылы жүргені, бұл соның алдында салынған. Яғни мынау рудниктен жаңғы ұруда әкелінеді, сосын басқа да жаңағы қосылатын қоспалар бар. Соның бәрін рудникпен екі ортадағы қатынастан оған сол уақытында салынып, заводқа осы мына жерден айналма жолға салынған. Бұл яғни мынада көрсетілгендей бірде-бір сварка жоқ, бәрі жаңағы үлкен заклепкаменен сон тұрған көпір. Енді ол уақытында өз міндетін атқарды. Мына жақта енді кейіннен қасынан басқа жаңадан көпір салынды, болмаса автомобиль жолдар жүретін, жаяу адам жүретін жолдар. Қазір көпір енді сол бізге қазір көненің сол ескерткіш ғана болып қалып тұр.